Баршаларыңызға қайырлы күн, сүйікті көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге құрамына ешқандай сүт, сары май қосылмайтын, жұп-жұмсақ болып шығатын оңай булочкидің рецептін ұсынамын. Рецепт соңына дейін қарап сақтап алыңыздар. Алдымен жылы суымызға дрожжымызды және де 1 шай қасық толтырып шекер салып, жақсылап араластырамыз. Және де бетін тарелкамен не болмаса пищевой пленкамен жауып, 10 минутқа қалдырамыз. Келесі кезекте таза ыдысымызға жылы су құямыз. Оның үстіне жаңағы қалған шекерімізді, яғни менде 5 ас қасық шекерімізді саламыз. Дәміне қарай азғана шай қасықты толтырмай тұз саламыз. Және де бір жұмыртқамызды салып, венчикпен не болмаса вилканың көмегімен жақсылап біркелкі масса болғанға дейін араластырып аламыз. Біздің массамыз біркелікті араласқаннан соң жаңағы дрожжымызды осы массамызға құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте міндетті түрде електен өткізілген ұнымызды саламыз. Оның үстіне 1 шай қасық толтырып, қамыр қопсытқыш саламыз. Ұнымыздың барлығын бірден салып, лопаткамен не болмаса қасықтың көмегімен қамырымыздың басын біріктіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің қамырымыздың басы бірікті. Енді үстіне шамамен 1 ас қасықтай сұйық май құйып, жақсылап қамырымыздың иегі қанғанша қолымызбен жұмыс жасаймыз. Біздің булочкамыз жұмсақ және де әдемі болып көтерілу үшін біздің қамырымыз иегі қанып, жақсылап үйленуі қажет. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге шамамен 30-40 минутқа қалдырамыз. Жылы жерге қойсаңыздар, қамырымыз тез және де оңай көтеріледі. Құрметті көрермендер, көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз әдемі болып көтерілді. Енді осы көтерілген қамырымызды бірнеше бөлікке бөлеміз. Әр булочкидің граммы шамамен 80-85 граммдай болса жеткілікті. Егер сіздерде өлшейтін болса, осылай өлшеп жасасаңыздар болады. Сол кезде булочкидің барлық формасы бірдей әдемі болып шығады. Формаға салып болғаннан соң бетін жауып, тағы да 10 минутқа қамырымызды тындырып қоямыз. Сол кезде жұмыс жасауға, яғни булочкидің формасын шығаруға ыңғайлы болады. Құрметті көрермендер, егер осы рецепт сіздерге ұнап жатса, пайдалы болып жатса, каналымның алға қарай дамуына өз үлесіңізді қосып, каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, және де менің рецепттерімді достарыңызбен, туыстарыңызбен бөліссеңіздер, өте қуанышты болар едім. Алдағы уақытта көптеген пайдалы рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Келесі кезекте жаңағы формаға салып қойған қамырымызды азғана ұн сеуіп, орташа қалыңдықта жаямыз. Бетіне азғана шекер сепсеңіздер болады. Әрине ол өз қалауларыңызға қарай, және де видеода көрсетілгендей етіп кесіп алып, булочкиміздің формасын шығарамыз. Видеоға мұқият қарасаңыздар, булочкидің формасын шығару өте оңай және де ыңғайлы. Барлық булочкидің формасын шығарып болғаннан соң, печкіміздің формасына пергамент қағазын төсеп, булочкиларымызды салып, бетін жауып, тағы да 15 минутқа қалдырамыз. Сол кезде біздің булочкиміз әдемі болып пісіп шығады. Келесі кезекте міндетті түрде бетіне жұмыртқаның сары-уызын жағамыз. Печкімізді алдын ала жақсылап қыздырып қойып, 200-250 градуста шамамен 20-25 минут аралығында пісіріп аламыз. Құрметті көрермендер, көріп тұрғандарыңыздай булочкиларымыз пісіп дайын болды. Жұмсақ және де өте дәмді болып шықты, және де қолжетімді ингредиенттерден жасалынады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, рецепт ұнаған болса, лайк басып, астына өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әсел, баршаларыңызға рахмет.